Сендерге бергелі отырған өте маңызды тапсырмам бар. Бұл тапсырманың орындалуы мен үшін өте маңызды. Айтыңыз қане. Қандай тапсырма берсеңіздер өтінсіз орындаймын. Екеуің көрші барасыңдар. Біраз уақыттарын өткізесіңдер. Ол жерде саудагер боласыңдар ма? Басқа боласыңдар ма өз еріктен? Бірақ менің бірінші орындағы тапсырмам ол елдің қыз балалары мен әйелдерін асырыңдар. Қандай керемет тапсырма? Керемет екен. Ал егер тапсырмам түсінікті болса, қазірден қалмай жолға шығуларыңа рұқсат. Біреу оң жағалаудағы, біреу сол жағалаудағы бір жерге аттаныңдар. Қалай болды? Мен берген тапсырманы орындау қиынға соқпады ма? Не білдіңдер, не көрдіңдер? Бәрін баяндаңдар. Қане, мен өз уақытымды керемет өткіздім. Ол елде өткізген бір жыл уақытын бір сағаттай зымырап өте шықтым. Рахаттандым, бәрін көрдім, бәрін білдім. Сіздің берген тапсырмаңыздың өзі бір керемет тапсырма еді. Клиент қыз-келіншектердің арасында жүріп, ойнап, күліп, одан асқан керемет тапсырма болар ма, қане? Ал, саған не болды? Салың суға кетіп отыр. Әлде мен берген тапсырмам орындай алмадым ба? Кешіріңіз қане. Мен сіздерге тапсырманы орындай алмадым. Ал неге? Не себепті? Әйел адам жатырдекпен сөйлеседі ғой. Тек жұмыс барысында ғана. Сөйтіп көңіл бөлмей кетіп қала береді. Жанында ағасы болады, анасы болады, болмаса әпкесі болады. Сөйтіп мен қыз баласын жалғыз ұстай алмадым. Қыз баласын қырқыңа түсіре алмаған екенсің. Ал, ол елдің әйелдері ше? Мен де солай ойлаған едім. Қыз баласын жалғыз ұстай алмадым. Әйелдер бар ма? Бірақ ол елдің әйелдерінде сондай бір балық бар. Олар тек жұмыс барысында ғана сөйлеседі. Менімен басқа шаруасы болмады. Қане, кешіріңіз. Мен сіздің берген тапсырмаңызды орындай алмадым. Мына елге, әйелі азған елге соғыстың да еш қажеті жоқ. Ол елді біз қазір-ақ жаулап аламыз. Әйел ана деген ол үлкен мектеп. Ол елдің әйелдері ішіп жүрсе, өзі көшеде қаңғырып жүрсе, оның баласына, отанына кім қарайды? Әйел азған елді қазір-ақ жаулап аламыз. Әскерді дайындаңдар. Ал мына сенің барған еліңді біз әзірге қоя тұрайық. Ана деген қадірі бар. Қыз баланың орны бөлек қойғашанда. Ана деген үлкен мектеп. Оның қадірін біреу білсе, біреу білмейді. Ол елді біз әзірге ала алмаспыз. Бәлки ол сол халықтың емес, бүкіл ұлттың мектебі. Әскерді дайындаңдар. Әйел азған елдің бар жиған тергенін алып қайтайық.